жалпы дүйім жұрт болып асыға күткен айқастың бірі басталуға жақын. Бірінші раунд көкбұрышта Қаныбек Жәнібекұлы кәсіподингиде 18 айқас өткізіп 11-де жеңіске жеткен. Оның қарсыласы Қазақстанды бетке ұстар жауынгердің бірі, 19 жеңістің авторы Фаниль Рафиков. Ноғай лақабатымен танымал. Осы Найзаевси лигасының бетке ұстар азаматтарының бірі, Дартим командасының өкілі. Айқас басталды. Және Фанильдің қауіпті шабуылы жаңа. Және Қаныбек Жәнібекұлы бірден жауап қатты да. Соққысы дөк тиді. Соққысы дөк тиді. Қазір енді Фаниль аяққа тұрып үлгерді. Өте жақсы. Сауат қорғанып, қарсыласын қолын байлауға кірісті барынша. Фанильге асықпау керек. Асығыстан көрсетпеу керек қояқта. Асығыстан танытпау керек. Асықпай, сабырлы жұмыс істеу керек. Өйткені бұл жекпе-жектің айласындағы жалпы талқылау, қызу пікірталас өте көп. Өте қызу деңгейде жүзеге асқан еді. Естеріңізге сала кетсек, бұл 70 келі салмақ дәрежесіндегі жекпе-жек. Қазір Қаныбек Жәнібекұлының бақылауында өтіп жатыр. Айқастың барысы дегенмен Фаниль Рафиков еш қиындықсыз қорғанып, қазірде аяққа тұрып кетуге тырысады. Ұмтылысы түсінікті. Және осы тұста осындай өткір әрі ауыр соққыларға жол бермеу керек. Барынша Фаниль Рафиковтың жылдамдығын жанкүйер жұрт жақсы біледі. Кез келген тұста көзілеспес жылдамдықпен қарсыласының қорғанысынан саңылауды бір ұрымтал сәтте ұрып құлатуы бек мүмкін жігіттің бірі. Ал Қаныбек Жәнібекұлы осал жаңғақ емес. Нағыз тіс қаққан, ысылған сондай қасқыр мінезді жігіттің бірі деуге болады. Сондықтан бұл жекпе-жек осымен де қызықты. Фанильдің аяғына ұмтылысы қарсыласының, бірақ қырғыз файтер оған мүмкіндік берген жоқ. Тізені іске қосып көрді Жәнібекұлы. Рафиков қазір ширақ қимылдауға кірісті. Жаңа қандай қателік жасады Рафиков? Фаниль кішкене асығып кеткен сияқты болды менің көрімше. Бірақ қазір өз-өзіне келді. Сол соққыдан кейін өз-өзін жиналды. Енді қазір жалпы екеуде жұмыс жасап отыр. Бірақ қазір бірінші раундтың соңына дейін әрбір өзінің несін дайындаған тәсілдерін көрсетеді деген ойдамыз. Енді кішкене айтқан кезде аяқта физикалық тұрғыда Жәнібек кішкене басым секілді көрініп тұрмаған. Енді қазір жекпе-жек көрсетеді, не дегенмен. Дене тұрғысына қарасаңыз, расымен де қырғыз жауынгердің бір Фанильден физикалық тұрғыдан мығымырақ көріну мүмкін, бірақ естеріңізге сала кетсек, ардақ жанкүйерлер, бұл алдамшы көрініс болуы бек мүмкін. Өйткені Фаниль Рафиков бұған дейінгі баспасөз мәслихатында айтқан болатын. Біз бірімізге бірнеше пікірді айттық, қызу пікірталас болды. Енді жекпе-жектің тағдыры бас-аяқ 15 минуттың ішінде шешіледі деген еді. Және өте тамаша қазір мүмкіндік көпілі ұра жөнелген Фаниль Рафиков. Осылай ұрымтал сәтте қарсыласын қапы қалдыруға тырысты. Және қазір жақсы мүмкіндік туып тұр. Қылқындыруасын жүзеге асыруға. Және мұста ешқандай бір шара қалдырмау қажет секілді Жәнібекұлы үшін. Өте тамаша. Сытылып шығып кетті бірақ. Бұл жерде Жәнібекұлы шындығында тәжірибелі жауынгер екендігін байқатты. Агрессияға толы сондай айқас тамашалап отырмыз, ардақ жанкүйерлер. Екі азамат бір-бірін 8 бұрыштан уақыт біткенде тек біреуіміз аяқпен шығамыз дегендей принциппен Фанильге абайлау керек. шыққан секілді, мойнын беріп қою мүмкін, қолын ауырту тәсіліне алып кетсе қиын болады. Жақсы. Жанкүйерлердің қолдауы керемет. Алматы аренада бүгін қиқу салып
қазақстандық жауынгердің шашпауын көтеріп демеу жасап отырған. Бұл жауапкершілікті Фаниль де жақсы түсінеді. Раундтың соңында басымдық Фанильдің еншісіне байланғандай. Жекпе-жек өте қызықты. Көзді ашып жұмғанша бірінші раундта бітіп қалыпты міне. Арақ жанкүйерлер, екінші кезең басталуға жақын. Алматы аренаны керемет атмосфераға бөле отырған жанкүйерлердің қиқулаған қолдауы екі жауынгерді де қанаттандырады. Және бұл ерекше әрі үлкен жауапкершілік. Осындай атмосферада тарыстай айқас көрсетіп, елдің сүйіспеншілігіне ие болуға екі спортшы да мүдделі. Жекпе-жектің қарқыны қазір сәл саябырсығандай көрінеді. Фаниль бірінші нөмірмен жұмыс істеуге кірісті. Тізені жақсы пайдаланып жатыр қазір Фаниль. Өзінің мықты жағын жақсы пайдаланып жатыр. Фаниль тіземен де, шынтақпен де, жалпы бәрі жұмыс істей алатын жігіт. Спортшы. Қазір өте міне жаңағы клинчта жұмыс істеп жатыр. Бірақ бұяқтың ішін абайлау керек. Міне өте тамаша. Қарымта әдіспен бірден қарсыласының үстінен бірақ шыға келді Фаниль Рапиков. Қандай әдемі орындау болды. Осымен асықпай осы жерде жекпе-жекті аяғына дейін жеткізуге болады. Осы басымдықты әрі қарай дамыту, өрістету Өте жақсы. Фанильдің қолынан толыққанды келеді. Қазір шынтақпен өте тамаша жұмыс істеуде. Ауыр соққылар қарсыласының қабағын жарып, я болмаса қарқынын бір басып, өте қауіпті Жанибекұлы үшін. Ал Рапиков үшін бұл соққылар тиімді әрі жемісті. Тоқтатуға жақын. Шындығында айтарға сөзін жоғарда жанкүйерлер. Ақтығында рефери қылар бақылауда және жекпе-жек аяқталды. Ардақ жанкүйерлер, Фаниль Рапиков кәсіпқой деңгейдегі 20-шы жеңісіне қол жеткізді. Құттықтаймыз. Техника